бір сатып алсаң, біреу балалар үйіндегі балаларға қайырымдылыққа беріледі. Не болмаса көп сұраққа жауап бересің, сол сыйлыққа беріледі. Сенің жауаптарың ойыңнан шықсын. Сұрақтар көрейік. Есімің кім? Бекжан. Бірінші сұрақ. Айфонға ақша бар, бірақ жетім балаға көмекке ақша жоқ. Неге? 15-ті ауыстырады, 16 алады, соған 600-700 миллион теңге ақша бар да, бірақ жетім балаға көмектесуге ақша жоқ. Неге деп ойлайсың? Интерес жоқ адам. Қайырымдылық қылуға керек. Сонда жақсылық жасасаң, адамнан қайтпаса Құдайдан қайтады ғой не? Не үшін ондай мысалға? Айфон қызық болып тұр да оған. Көмектесуге баян желаниясы жоқ па дегенде. Әйелдердің ана болу табиғи құбылыс па, әлде үлкен жауапкершілік? Бұл табиғи құбылыс. Қазақ тілін үйрену қиын ба, әлде адамдардың сылтауы көп па? Сылтауы көп. Камера үшін жасалған қайырымдылық нағыз мейірімділік пе, әлде хайп па? Тек қана хайп үшін істеп жатыр ғой қазір. Алға мен өзіміздің екі қазақи ою түсірілген ұйымшылықта айналысып жатырмын қазір. Соны мысалға мен тек қана камера үшін істеп жатыр деп ойлайсың ба? Жоқ. Біздегі басты ерекшелік не дейді ғой? Шылық деген өте көп қой негізі. Екпін и сапасы. Иә, сапасы да жақсы, оюлар да бар, бірақ біздегі басты ерекшелік қайырымдылық. Мысалға сен бір сатып алатын болсаң, біреуі қайырымдылыққа береді. Сол балдар үйі, қайырымдылық қорларымен келісіп отырамыз, ертең солармен жұмыс жасаймыз. Құтты болсын. Мына жерде көзіңді жұм да. Біреу. Мен инстаграмға тіркелгенсің ба? Көрейік. Күш. Тіркелген болсаң тағы бір сыйлық беремін. Тіркелмеген екенсің. Тіркелгеніңде тағы бір сыйлық беретін. Жақсы, құтты болсын. Рахмет.